Екі жастың махаббаты арқылы екі рудың ара қатынасы, сол арқылы халық өмірі мен тағдыры бейнеленген Сұлтан Қожықовтың Қыз жібек көркем фильмі бүгінде қазақ киносының алтын қорына айналды. Ассалаумағалейкум достар, арнамыздың кезекті шығарылымында Қыз жібек фильмінің сценарийін даярлау, фильмнің дайындық жұмыстарын жүргізу, фильмді түсіру, монтаждау кезіндегі толғаныс пен қиындыққа толы сәттерден қызықты мәліметтерді ұсынамыз. Ендеше арнамызға тіркеліп бізден алыстамаңыздар. Бірінші, Қыз жібектің алғашқы нұсқасы Аққу деп аталған. Кино түсірілгенге дейін фильм сценарийі 1944 жылы, яғни 10 жыл бұрын жазылған. 1967 жылы жаңа сценарийлерді бекіту кезінде дайын сценарий ретінде еске түседі. Екінші, фильмді түсіру үшін қазіргі күні кездеспейтін 8-10 қанатты шаңқан ақ боз үйлер арнайы жасалды. Түрлі түсті чи, таза ақ жүн, керілгені талдан ию үшін солқылдаған жас боздалдар қолданылды. Үшінші, режиссерлік сценарий бойынша жібектің 10 түрлі костюмі болу керек деп бекітілді. Анна Каренина фильмінде Каренинаның 25 түрлі костюмі болған еді. Төртінші, жасанды боялған материалы экранда білініп қалады деп костюмдерге қажетті барқыт, ақбал, жібек шәйі, батсайы, пүліш, көйлек камзолды әдіптейтін құндыз сосар, елтірі, киімді оқалайтын жақат, інжу маржан қолданылды. Бесінші, арнайы қаулы негізінде ауыл шаруашылық министрлігіне фильмге керек таңдаулы қаражат тауып беру жүктелді. Екі адамдардың қолынан ер-тұрман, сауыт-сайман, киіз үй жиһаздары және басқа да сатуда жоқ кілем, текемет, сырмақ секілді заттарды сатып алу үшін 10 мың сомға дейін ақша жұмсауға рұқсат етілді. Жетінші, Алматыдағы сувенир фабрикасы қақтаған күмістен, ақ жалтыр темірден батырлар мен қыздардың киімдеріне қажетті жүздеген әшекей жасап шығарды. Сегізінші, фильм суретшісі Гүлфайрус Смайлова бастаған таңдаулы шеберлер қыздардың қамзолдары мен көйлектеріне жүздеген мыңдаған моншақтарды бір-бірлеп өз қолдарымен қадаған. Тоғызыншы, Қыз жібек группасындағы 100-ге жуық студия қызметкерлері 2 жыл бойы даярлық, әзірлік жұмыстарын орындап шықты. 10-шы, жібек рөліне 400-ге жуық үміткерден ұсыныс хат келіп түсті. Олардың ішінде 15 қыз ғана іріктеуден өтіп, тек жібектің серіктері ретінде бекітілді. Режиссерлар жібек рөліне лайықты қызды таппай ұзақ іздейді. Алматының нөмірі 66 мектебінде 10 сынып оқып жүрген Меруерт Өтекешованы режиссер Ғазал Мағауина студияға ертіп әкелген. 12-ші, 1969 жылы 4 сәуірде Көркемсурет мәжілісі фильмнің алғаш түсірілген материалын талқылады. Жиында Төлеген Бекежанның қасында әлсіз, жасқаншақ көрінеді деп сыналды. Сәкен Айманов, біздің көріп отырғанымыз ойсыз, алаңсыз жүрген біреу десе, Ғабит Мүсірепов, ол Бекежанның қасында бір бейшара, Төлеген, қайталап айтайын, там дәрменсіз, үміт аз деп сенімсіздік танытқан. Десе де, сарбазда ізетті Төлеген рөлін Құман Тастанбеков өз деңгейінде алып шықты. 13-ші, Сырлыбайдың ауылы деп аталатын объектілерді түсіру кезінде 40 көш үшін ауылдардан 60 түйе әкелінді. 14-ші, тастың басына ескі таңбаларды қашап салу үшін 2 үлкен көтергіш кран жөнелтілді. 15-ші, Іле жағасында Сырлыбай ауылы үшін 35 кигіз үй тігілді. 16-ші, фильмге Бішкек қаласының хайуанаттар паркінен киноға түсіру үшін арнайы аққулар әкелінді. 17-ші, Қаршыға мен Шегенің күй жарысында билей жөнелетін аққулардың көрінісін кеш батып бара жатқанда түсіріп үлгерген. Фильмдегі аққулар биін түсіру үшін оператор мен режиссер бір күн бойы тапжылмастан күткен. 18-ші, көлемі 3600 метр фильм үшін 50 мың метр пленка түсірілді. Кейбір кадрлар 10-нан 12 рет қайтара түсірілген. 19-ші, қазақтың кең өлкесінің көркем бейнесін барынша әсем көрсету мақсатында Ұлытау,
Ақтау, Алтай, Жайық, Іле жағасы, Қарқаралы, Алатау табиғаты түсірілді. 20-шы Қыз жібек фильмі 1972 жылы Бакуде бүкілодақтық кинофестивалда көрсетіліп, фильм оң бағаға ие болды. Құрметті достар, осымен видеомыз соңына жетті. Видео ұнаса лайк басып, астына комментария қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Арнамызға тіркеле кетіңіздер.